Балалар, біз математика пәнінен жазбаша көбейту және бөлу бөлімін бекітеміз. Өзіңді тексер. Бүгінгі сабақта сен өзіңнің жетістіктеріңді тексересің. Жазбаша көбейту және бөлу бөлімін бекіту мақсатында мына тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма: баған түрінде жаз және есепте. Дескриптор өрнекті баған түрінде шығарады. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Теңізде 3 кеме саяхаттап жүр. Бірінші кемеде 202 адам, екінші кемеде оған қарағанда 2 есе артық, үшінші кемеде 303 адамнан жиылған. Барлығы 3 кемеде қанша адам саяхаттап жүр? Бірінші балалар, белгілі затқа назар аударайық. Бірінші кемеде қанша адам бар? 202. Келесі, үшінші кемеде 303 адам бар. Ал екінші кемеде белгісіз, бірақ ол бірінші кемеге қарағанда 2 есе артық. Және де біз балалар барлығын табуымыз керек. Ең алдымен біз нені табамыз? Екінші кемедегі адамдар санын тауып аламыз. Содан кейін барлығын табамыз. Бұл есепке дескриптор есептің берілуін жазады, есептің шешімін жазады, және есептің жауабын табады.